Армысыздар, қадірлі көпшілік. Мен бұл үндеуді жариялап отырғандағы себебім 2 жылдан астам уақыттан бері Қытайда қазақ мәселесін, онда қазақтарға жасалып жатқан қысым мәселесін көтеріп келе жатқан атажұрт еріктілері 2019 жылы 25 қыркүйек күні Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі тарапынан республикалық атажұрт еріктілері қоғамдық бірлестігі болып тіркелген болатын. Біз дәл сол күні атажұрт еріктілері қоғамдық бірлестігінің адвокаты Айман Омарованың қатысуыменен осы ұйымның ресми заңды тіркеуін алғандығын жариялаған болатынбыз. Ол үндеу бүкіл әлеуметтік желі арқылы жер әлемге бірақ таралған. Бірақ осылай бола тұрса да, өзін атажұрт еріктілері санап жүрген кейбір адамдар басқа жақтан өз алдыларына офис ашып, республикалық атажұрт еріктілері қоғамдық бірлестігінің атын жамылып, жұмыстарын жалғастырып келе жатыр.